Осы Арабстанда Мекке қаласы туылады, әке шешесінің жастайынан жетім қалады, оған жаңағы жұрттардың бәрі қарсы шығады, өзінің елі қарсы шығады, Меккеден қуылады деп айтады. Егер мен сол кезде тірі болғанда оған көмектесер дейді. Бірақ менің өмірім аз қалды деді. Жаңағы Орақай бин Науфал деген өзі көрмеген кісі болады, көз көрмеген кісі болады. Сөйтіп жаңағы сипатын айтып береді, пайғамбарымыздың сипатын, осындай болады деп. Сөйтіп содан бастап Жәбір алейхиссалам сол ең бірінші рет Алақ сүресінің алғашқы 5 аят түсті. Содан бастап 40 жасынан бастап 63 жасына дейін 23 жылдың ішінде Құран кәрім керек уақытында өзі бөлініп уақып түсіп тұрған пайғамбарымызға. Мысалға жаңа кәпірлер айтқан: "Ей Мұхаммад алейхиссалам, сенің Раббың, сенің Құдайың қандай? Бізге сипаттап берші" дейді. Сонда пайғамбарымыз Аллах Тағаланы уақып кеткен. Сонда Жәбір алейхиссалам келіп Ихлас сүресін сөйлеген ғой Аллах Тағала тарапынан. Астағфируллах, құл хуаллаху ахад. Айт, ей Мұхаммад алейхиссалам, о кәпірлерге, мүшриктерге, ол Аллах Тағала бір жалғыз деп айт дейді. Аллаху самад. Аллах Тағала еш нәрсеге, ешкімге мұқтаж емес. Лам ялид ва лам юлад. Ол Аллах Тағала тумады да, туылмады да. Ва лам якун лаху куфуан ахад. Және оған ешкім тең емес. Аллах Тағала ешкім тең емес. Осы аят мына осы Ихлас сүресі сөйлеп. Пайғамбарымыз алейхиссалам осы Ихлас сүресі туралы айтады. Фазилаты Ихлас сүресінің артықы жайында мұндай хадис бар. من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات فكأنما ختم التوراة والزبور والإنجيل والفرقان. Мағынасы, кім-кім Ихлас сүресін 3 рет оқитын болса, ол кісі мына 4 кітап. Таурат, Забур, Инжил, Құран кәрім. Осы 4 кітапты оқып шыққандай сауап болады деген. Ихлас сүресін 3 рет оқыңыз, 4 кітап оқығандай сауап болады. Мына Ихлас сүресін 1 рет оқыңыз, пайғамбарымыз тағы айтқан: кім-кім Ихлас сүресін 1 рет оқитын болса, Құранның 3/1 оқығандай болады дейді, сауап болады дейді. 2 рет оқитын болса, 3/2 оқығандай болады дейді. 3 рет оқитын болса, Құран 1 оқып шыққандай сауап болады деген Ихлас сүресінің хадисінде. Өйткені бұда Аллахтың бірлігін айтып жатыр да, Ихлас сүресінде Аллахтың сипаттары, Аллахтың бір екендігін, жалғыз екендігін, оған ешкім мұқтаж емес екендігін, оның туылмаған екендігін, оған ешкім тең емес екендігін, Аллахтың сипаттары таухид дейді, яғни араб тілінде біз таухид деген Аллахтың бір деп білеміз. Өзі исламда осы екі үлкен ірі сенім үстіне құрылғанда, біріншісі Аллах Тағаладан басқа тәңір жоқ екендігіне сеніміз, екіншісі Мұхаммад алейхиссалам Аллах Тағаланың жіберген елшісі, құл әрі елшісі екендігіне сеніміз. Осы екі ірі сенім негізі үстіне құрылған осындай. Осы екі нәрсе мына несі таухид, Аллах Тағаланың барлығын білдіріп тұр. Муахид дейді. Муахид деген Аллах Тағаланың бір деп сенетін адам муахид деп айтады. Біз муахид деп айтамыз. Айтамыз кәлимадан ла иляха иллаллах Мұхаммад расулуллах. Аллах Тағаладан басқа Құдай жоқ, Мұхаммад алейхиссалам Аллахтың елшісі деп айттық қой. Осыны айтқан адам исламды қабылдаған болады. Одан кейін ар жағы намаз қылса, одан кейін барып парыз болады. Кәпірге намаз парыз емес негізі. Мына намаз парыз болу үшін адам 3 шарт бар екен бірінші. Біріншісі мұсылман болу бірінші шарты. Екіншісі ақыл есі дұрыс болу керек. Үшіншісі балиғат жасы жеткен болу керек. Кәпір адамға намаз парыз емес. Жынды адамға намаз парыз емес. Жас саби балаға, балиғат жасы жетпеген адамға, балаға, жас балаға намаз парыз емес. Кәпір адам исламды қабылдаса, оған намаз парыз болады. Жынды адам есі дұрыстап кетсе, оған намаз парыз болады. Саби бала бой жетіп, жаңа ер жететін болса, ол балдар 12 жасында жетеді, қыз балдар 9 жасында жетеді. Содан жеткеннен кейін уже намаз бірден парыз болады. Сонда осындай шариғатта өсіп кеткен. Аллах Тағала осы айтылған уағыз насихатымызға амал қылуымызды нәсіп етсін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, мына уағыз Рамазан айында уағыз айтылып. Рамазан деген сөз нені білдіреді? Рамазан деген араб тілінде күйдіруші деген мағынаны білдіреді екен. Күйдіруші. Яғни адамның күнәсін күйдіріп жоқ жүрегі болмайды. Аллах Тағала осы ораза тұту себебімен, жақсы амалдар істеу себебімен осы Рамазан айындағы адамның күнәсін күйдіріп жоқ қылады екен. Адамның күнәсін тазарады екен былайша айтқанда. Рамазан айы сондай екен. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтқан: "Ман сома рамазана ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи." Мағынасы, кім-кім Рамазан айында сауабын Аллах Тағаладан үміт етіп тұтатын болса, оның алдыңғы күнәлары кешіріледі дейді пайғамбарымыз хадисінде. Осы Рамазан айында 26 күні кешке Құран кәрім аяттар түсе бастаған. Пайғамбарымыз алейхиссалам 40 жасында 6 ай қалған кезінде 40 жасында неғған пайғамбар келетінен бұрын 6 ай бұрын түс көреді деген.
әрдайым. Көрген түсім бар тура келеді екен. Алып пайғамбарлық келеді 6 ай бұрын жақсы түс көрген, көрген түсім бар тура келеді екен. Одан кейін сол 40 жас толғаннан кейін Арабстанда Нұр деген тау бар қазір. Меккеге барған кісілер біледі. Нұр деген тау бар. Сол Нұр тауының басында Хира деген үңгір бар. Сол жерге шығып, пайғамбарымыз алсын жеке өзі оңашаланып, Аллах Тағала құлшылық қылады екен. Аллах Тағала құлшылық қылады екен. Сол бір күні осы Рамазан айының 26 күні кешке сол Нұр тауына барып, Хира үңгіріне барып, Аллах Тағала құлшылық қылады. Сөйтіп көзін күтіп, пайғамбарымыз ұйқысынан оянып кетсе, алдында үлкен бір періште тұрады. Сөйтіп пайғамбарымыз айтады ол періште. Жәбірәл алейхиссалам, періштелердің ең ұлығы, мына 4 періште бар, 4 періштеге пайғамбарлық дәреже берілген. Біріншісі Жәбірәл алейхиссалам, екіншісі Микаил алейхиссалам, үшіншісі Исрафил алейхиссалам, төртіншісі Азраил алейхиссалам. Осы 4 періште арабша деген кітапта мұқарраб періште деп атайды. Мұқарраб періште періштелердің ең ұлығы осы 4 періштеге пайғамбарлық дәреже берілген екен. Осы 4 періштенің ең ұлығы Жәбірәл алейхиссалам келеді пайғамбарымызға. Қадір күні кешке. Сөйтіп пайғамбарымыздың көзіне көрініп оқыды айтады. Пайғамбарымыз расында негізі хаттанмаған екен. Жазуы енді білмеген енді, жазу сызуды енді білмеген екен. Мен оқи алмаймын дейді. Оқуды білмеймін дейді. Сонда Жәбірәл алейхиссалам тағы да оқы дейді. Жәбірәл алейхиссалам пайғамбарымыз мен оқи алмаймын дейді. Үшінші тағы да оқы дейді. Пайғамбарымыз тағы да мен оқи алмаймын дейді. Одан кейін жаңағы пайғамбарымыз құшақтап алады да Жәбірәл періште. Қысып тұрып қайтып жіберіп қалады екен да, сөйтіп қайтып өзі оқиды екен Жәбірәл алейхиссалам. Оқиды. Құранның ең бірінші түскен аяты Алақ сүресі Құрандағы. Алақ сүресінің алғашқы 5 аят түскен. Астағфирулла, иқра бисми раббикаллази халақ. Сондай жаратқан Раббың атымен оқы. Халақал инсана мин алақ. Ол Раббың Аллах Тағала адам баласыны ұйыған қаннан жаратқан. Аллази аллама бил қалам. Ол сондай Аллах Тағала адам баласына қаламмен жазуды үйреткен. Аллази аллама бил қалам, алламал инсана ма лам я'лам. Ол Аллах Тағала адам баласына білмеген нәрсесін үйреткен дейді. Құранның ең бірінші аяты оқы деп түскен. Яғни ілімге шақырған адамзат, Аллах Тағала адамзатты. Бізде жаңағы дін бұзарлар тыңыршылығын белдесіп қойғансыз. Бізде ислам дінге қарсы, ілімге қарсы дейді, ондай емес. Ілімге ешқандай қарсы жоқ. Тек біздің мынау шариаттың ең басты ақида дейді, ақида сенім мәселесі. Соған қарсы келмесі болды. Басқа білім бәрі қолдайды ислам дінінде. Ілім оқыма демейді. Жаңағы палшылық баян соның айналысусы болды. Палшылықпен жаңағы келешек бол жауап сол шариатқа қарсы келетін ілімдер ғой. Солар айналысылмайды. Одан басқа физика, химия, техника, машина шығару, жаңағы холодильник шығару, оның бәрі қарсы жоқ ислам дінінде. Жаңағы бәлелер соны неғылып қолданып көз соны неғылып жаңағы неғылады. Бізге қарсы шығады ислам дініне. Исламдың осындай исламдың кесірінен дейді жаңағы біз осындай мұсылмандар дамымаған өйткен бүйткен деп жала жауады. Ол өтірік ол. Біздің исламның ешқашан неге ілімге қарсы шықпайды, ілім білімге. Сөйтіп пайғамбарымыз сөйтіп жаңағы қорқып кетеді пайғамбарымыз. Қорқып жаңағы неғылып таудан түседі жаңағы. Таудан түсіп келе жатқан алдына тағы Жәбірәл алейхиссалам шығады да, "Ей Мұхаммад алейхиссалам, сен Аллахқа еңлісің" дейді, тағы да дейді. Сөйтіп үйіне келіп Хадиша анамыз болады, Хадишамыз бірінші әйелі, пайғамбарымыздың бірінші әйелі. Сол кісі айтады, "Мен жаңағы орап тасташы" дейді. Орап тастап жаңағы не қылады? Бүркеніп жатады. Сол бір кезде Хадиша анамыз келеді де, осындай не болды деген осындай мен көзім осындай бір нәрсе көрінді дейді. Сонда жаңағы Хадиша анамыз айтады, "Ол періште ғой" дейді. Періште Жәбірәл алейхиссалам ғой дейді. Сөйтіп мен бір ағам бар дейді, Варақа ибн Науфал деген кісі дейді. Сол кісі дейді, Тәурат кітабын оқыған үлкен білім алым кісі дейді, алым ғұлама кісі дейді. Сол кісі барып сұрайды деді жаңағы енді осыны. Сөйтіп барып сұрайды Хадиша анамыз. Сонда жаңағы айтады ғой, ол көрінген, оның көзіне көрінген осындай Жәбірәл алейхиссалам ғой дейді. Тәурат кітабында Мұхаммад алейхиссалам пайғамбарымыздың сипаты жазылған дейді. Ода Арабстанда Мекке қаласында туылады, әке-шешесінің жастайынан жетім қалады. Оған жаңағы жұрттардың бәрі қарсы шығады, өзінің еліне қарсы шығады, Меккеден қуылады деп айтады. Егер мен сол кезде тірі болғанда оған көмектесуден